түрік қанатының құрылуы. 6 ғасырда орталық Азия даласында адамзат тарихындағы ең қуатты көшпелі мемлекеттердің бірі түрік қанаты құрылды. Бұл мемлекет тек әскери күшімен ғана емес, саяси құрылымы, халықаралық байланыстары және мәдени даму арқылы да ерекше маңызға ие болды. Түрік қағанаты түркі халықтарының тұңғыш мемлекеттік бірлестігі болып саналады. Түрік қағанатын негізі қалаған әулет Ашин әулеті. Аңыз бойынша түріктер көк бөріден тараған. Ашин руы алғашында Алтай аймағында өмір сүріп, темір өндірумен және қару-жарақ жасаумен айналысқан. Олар сол кезеңде орталық Азияда үстемдік құрған Жужан қағанатына тәуелді болды. Түріктер жужандарға темір өндіріп беріп отырған, яғни белгілі бір дәрежеде бағынышты жағдайда өмір сүрді. Уақыт өте келе түрік тайпалары күшейе бастады. Әскери қуаты артты, тайпалар арасында бірлік нығайды. Осы кезеңде тарихи аренаға Бумын қаған шықты. Ол түрік тайпаларын біріктіріп, жужандарға қарсы күрес бастады. 552 жылы Бумын жужан әскерін жеңіп, өзін қаған деп жариялады. Осылайша түрік қағанаты ресми түрде құрылды. Бумын қаған көп ұзамай қайтыс болды. Билік оның ұлы Қара Ескеге кейін інісі Истеме қаған қолына өтті. Истеме қаған батыс бағытта белсенді саясат жүргізді. Ол Жетісу мен Орта Азияға жорық жасап, мемлекеттің аумағын кеңейтті. Түріктер эфталиттерді жеңіп, Иранмен және Византиямен дипломатиялық байланыс орнатты. Бұл түрік қағанатының халықаралық деңгейдегі беделін арттырды. Түрік қағанатының территориясы өте кең болды. Ол Алтай мен Монғолиядан бастап батыста Қара теңізге дейін созылды. Солтүстікте Сібір аймақтарына қамтыса, оңтүстікте Қытай және Иран шекараларына дейін жетті. Осындай ұлан-ғайыр аумақты басқару үшін тиімді әскери әкімшілік жүйе қалыптасты. Мемлекет басшысы қаған болды. Қаған бүкіл елдің жоғарғы билеушісі саналды. Оның туыстары мен жақындары маңызды қызметтер атқарды. Мысалы, батыс өңірді басқарушы Ябғу, әскер басшылары шаттар болды. Мемлекет әскери тәртіпке негізделген жүйемен басқарылды. Әрбір тайпа белгілі бір әскери міндет атқарды. Бұл жүйе көшпелі өмір салтына бейімделген еді. Түрік қағанаты Ұлы Жібек жолының маңызды бөлігін бақылауда ұстады. Сауда керуендері арқылы Қытай жібегі, Иран тауарлары және Византия өнімдері тасымалданды. Бұл сауда қатынастарды мемлекет қазынасын байытты және халықаралық байланыстарды күшейтті. Алайда үлкен аумақ пен ішкі саясат қайшылықтар мемлекет әлсірете бастады. 581 жылдан бастап қағанат ішінде билік үшін күрес күшейді. Ақырында 603 жылы түрік қағанаты батыс және шығыс түрік қағанаты екіге бөлінді. Дегенмен бұл бөліну түрік мемлекетінің тарихи маңызын кеміткен жоқ. Кейінгі көптеген түрік мемлекеттер осы қағанаттың саяси дәстүрін жалғастырды. Түрік қағанаты түркі халықтарының мемлекеттік дәстүрін бастауы. Ол түркі атауын әлемге танытты. Түркі тайпаларын бір тудың астына біріктірді және Еуразия тарихында терең із қалдырды. Бұл мемлекет кейінгі Қазақ хандығы сияқты мемлекеттердің қалыптасуына тарихи негіз болды. 6 ғасырдың соңында түрік қағанаты ішкі саяси дағдарыстарға ұшырап, 581-603 жылдары біртіндеп екіге бөлінді. Оның шығыс бөлігі қазіргі Монғолия, Алтай және оңтүстік Сібір аумағында орналасып, тарихта шығыс түрік қағанаты деп аталды. Бұл мемлекет Ашин әулетінің билігінде болды. Шығыс қағанатының күшеуі Білге қаған мен оның інісі Күлтеген тұсында айқын көрінді. Олардың кеңесшісі Тоныкөк мемлекет ісінде маңызды рөл атқарды. Осы кезеңде Архон өзені бойында көне түркі руникалық жазбалары тарихи ескерткіштер қалдырды. Бұл жазбаларда түркі халқының бірлігі, ел басқару, ерлік пен тәуелсіздік идеялары баяндалған. 630 жылы Қытайдағы Тан әулеті шығыс түрік қағанатының уақытша бағындырды. Түрік өксектері Қытай билігінен тәуелді болды. Алайда 682 жылы түріктер көтеріліс жасап тәуелсіздігін қайта қалпына келтірді. Бұл кезең тарихта екінші түрік қағанаты деп аталады. Шығыс қағанат әскери мемлекет болды. Әскер ондық жүйемен ұйымдастырылды. Қаған мемлекет басшысы ретінде жоғары билікті иеленді. Оның жанында Ябғу, Шат, Тархан секілді лауазым иелері қызмет атқарды. Қағанның негізгі шаруашылығы көшпелі мал шаруашылығы болды. Сонымен қатар сауда, аңшылық және қолөнер дамыды. 744 жылы ішкі қайшылықтар мен сыртқы қысымдардың нәтижесінде шығыс түрік қағанаты құлап, оның орнында ұйғыр қағанаты құрылды. Батыс түрік қағанаты Жетісу мен Орта Азия аумағында құрылды.
оның астанасы Суяб қаласы болды, қазіргі Қырғызстан аумағы. Бұл мемлекет географиялық тұрғыдан Ұлы Жібек жолының маңызды бөлігін бақылап отырды. Сондықтан сауда-экономикалық жағынан дамыған аймаққа айналды. Батыс қағанаттың негізін қалауда Естемей қаған ерекше рөл атқарды. Ол Бумын қағанының інісі еді және батыс аймақтарды басқарды. Батыс түрік қағанаты Онох Будун деп аталған 10 тайпалық бірлестіктен тұрды. Бұл тайпалар екі қанатқа Дулу және Нушиби одақтарына бөлінді. Батыс қағанаты Византия және Иран мемлекеттермен дипломатиялық және сауда байланыстарын орнатты. Түріктер эвталиттерді жеңіп, Орта Азияға өз ықпалын жүргізді. Қалалар дамып, отырықшы мәдениет элементтері күшейді. Алайда тайпалар арасындағы алауыздық пен билік үшін күрес мемлекетті әлсіретті. 659 жылы Қытай әскері батыс түрік қағанатын бағындырды. Кейін бұл аумақта Түргеш қағанаты құрылды. Түргеш қағанаты батыс түрік қағанаты құлағаннан кейін Жетісу өңірінде құрылған түрік мемлекеті. Ол 699 жылы пайда болып, 756 жылға дейін өмір сүрді. Астанасы Суяб қаласы. Кейіннен Тараз маңызды саяси орталыққа айналды. 7 ғасырдың соңында батыс түрік қағанаты әлсіреп, оның орнына жаңа саяси күш Түргеш тайпалары келді. Мемлекеттің негізін қалаған Үшлік қаған. Ол Жетісудағы тайпаларды біріктіріп, тәуелсіз қағанат құрды. Түргештер Онох тайпалық жүйесін сақтап қалды. Мемлекет басшысы қаған. Ел екі әкімшілік қанатқа бөлінді: сары түргештер, қара түргештер. Бұл бөліну кейін ішкі саяси тартыстарға себеп болды. Қағанатта әскери басқару жүйесі жақсы дамыды. Түргештер шекараларын қорғау үшін тұрақты әскер ұстады. Түргеш қағанаты 8 ғасырда үш ірі күшпен күресті: Қытайдың Тан әулеті, Араб халифаты, ішкі тайпалық бәсекелестер. Әсіресе арабтармен болған шайқастар маңызды болды. 751 жылы Талас өзені бойында арабтар мен Қытай әскері арасында шешілу шайқас өтті. Бұл тарихи оқиға Талас шайқасы деп аталады. Нәтижесінде Қытай әскері жеңіліп, Орта Азияда араб ықпалы күшейді. Бұл оқиға аймақта ислам дінінің тарауына әсер етті. Түргештер көшпелі мал шаруашылығымен қатар отырықшы егіншілік пен қала мәдениетін дамытты. Ұлы Жібек жолы арқылы сауда жасалды. Түргештер өз атынан теңге соқтырған. Бұл олардың экономикалық дербестігін көрсетеді. Ішкі алауыздықтар мен билік үшін күрестер қағанатты әлсіретті. 756 жылы қарлұқтардың шабуылы нәтижесінде Түргеш қағанаты құлады. Қарлұқ қағанаты 8 ғасырдың ортасында Жетісу мен оңтүстік Қазақстан аумағында құрылған түркі мемлекеті. Ол 756 жылдан 946 жылға дейін өмір сүрді. Бұл мемлекет Түргеш қағанаты құлағаннан кейін пайда болып, аймақтағы саяси билікті өз қолына алды. Қарлұқтар түркі тайпаларының ірі бірлестігі ретінде тарихта маңызды орын алады. Қарлұқ тайпалары алғашында Алтай, Тарбағатай өңірлерін мекендеген. 8 ғасырда ұйғыр қағанатының қысымынан кейін олар батысқа қарай қоныс аударып, Жетісу жеріне орнықты. 756 жылы Қарлұқ көсемдері билікті қолына алып, дербес мемлекет құрды. Алғашында мемлекет басшысы Жабғу деп аталды, кейіннен қаған атағы қолданды. Қарлұқ қағанатының аумағы Жетісу, Талас аңғары, Сырдарияның орта ағысы және Ферғана өңірін қамтыды. Астанасы бастапқыда Суяб қаласы болса, кейін Баласағұн маңызды саяси және мәдени орталыққа айналды. Бұл аймақ Ұлы Жібек жолының бойында орналасқандықтан сауда қатынастары жақсы дамыды. Қарлұқтар аймақтағы ірі мемлекеттермен тығыз байланыста болды. Олар арабтармен, Қытайдың Таң әулетімен және Сомалилер мемлекетімен саяси әрі әскери қарым-қатынас жасады. 751 жылы Талас шайқасы кезінде қарлұқтар арабтар жағында соғысып, Қытай әскерінің жеңілуіне әсер етті. Бұл оқиға Орта Азиядағы Қытай ықпалының әлсіреуіне және ислам дінінің таралуына жол ашты. 9 ғасырда Сомалилер мемлекетінің ықпалы күшейіп, ислам діні кең тарай бастады. Қарлұқ билеушілерінің бір бөлігі исламды қабылдады. Бұл жағдай мәдени және рухани өзгерістерге алып келді. Қалаларда мешіттер салынып, жазба мәдениеті дами түсті. Қарлұқтардың негізгі шаруашылығы көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығы болды. Сонымен қатар егіншілік пен қолөнерде дамыды. Қалаларда сауда, қолөнер, мәдени өмір өркендеді. Түркі дәстүрі мен ислам мәдениеті өзара ықпалдасып, жаңа өркениеттік кезең басталды.
10 ғасырдың басында ішкі қайшылықтар мен сыртқы қысымдар қағанатты әлсіретті. 940 жылы Қашқар билеушісі Саттық Боғра хан баласағұнды басып алып Қарахан мемлекетін құрды. Осылайша Қарлұқ қанаты өз өмір сүруін тоқтатты. Қарлұқ қанаты түрік мемлекеттері тарихында маңызды орын алады. Ол түркі мемлекеттік дәстүрін жалғастырып, ислам дінінің таралуына ықпал етті және кейінгі Қарахан мемлекетінің құрылуына негіз болды. Оғыз мемлекеті 9 ғасырдың соңында Жетісу, Сырдария және Орталық Азияның оңтүстік-батысында құрылған түркі мемлекеті. Ол 11 ғасырдың ортасына дейін өмір сүріп, Орта Азиядағы ірі көшпелі түрік мемлекеттердің бірі болды. Оғыздар кейінгі Түркістан, Қазақстан және Каспий өңірінде ықпал етті. Мемлекет негізінен Оғыз тайпалық одағы арқылы басқарылды. Басшысы Қаған немесе Көсем, ал шешімдер тайпалық кеңес арқылы бекітілді. Оғыздар 10 Оғыз деп аталатын 10 тайпалық бірлестіктен тұрды. Әскер көшпелі тәртіппен ұйымдастырылып, жылқы мен садаққа негізделді. Аумағы Жетісу, Сырдария бойы, қазір Түркменстан мен Қазақстанның оңтүстігін қамтыды. Астана дәлірек белгіленбесе де, Суяб және Сайрам қалалары маңызды саяси орталық болған. Қарлұқтар мен түргештер мемлекетінің құлдырауынан кейін Оғыздар аймақта саяси тұрақтылықты орнатты. Сауда мен мәдени өмір жақсы дамып, Ұлы Жібек жолы бойындағы сауда қарқынды жүргізілді. Ислам діні Оғыз тайпалары арасында тарала басталды. 11 ғасырда селжұқтар күшейіп, Оғыз мемлекетінің негізгі аумағын өзіне қосты. Кейбір тайпалар Сырдарияның төменгі ағысына, Кавказға және Анадолыға қоныс аударды. Оғыз мемлекеті түркі халықтарының саяси дәстүрін дамытып, ислам дінінің Орта Азияға таралуына ықпал етті. Сонымен қатар, ол кейінгі қазақ, түрік және түрікмен халықтарының этникалық негізін қалыптастыруда маңызды рөл атқарды. Ұйғыр қағанаты 8 ғасырдың орта тұсында Шығыс түрік қағанаты құлағаннан кейін Монғолия мен Алтай аймағында құрылған түрік мемлекеті. Ол 744 жылдан 840 жылға дейін өмір сүріп, Орта Азия мен Шығыс Еуразиядағы ірі мемлекеттердің бірі болды. Астанасы Орду-Балық қаласы болды. Мемлекет құрылуы Шығыс түрік қағанатының қалдық тайпалары мен Ашин әулетінің кейінгі ұрпақтарына негізделді. Ұйғыр қағанаты тайпалық кеңес пен әскери құрылымға сүйенді. Қаған елді басқарып, тайпалар мен рулық бірліктерді басқарды. Аумағы Монғолия, Алтай және Шығыс Сібірді қамтыды. Ұйғырлар көшпелі мал шаруашылығымен айналысып, егіншілік, қолөнер және сауданы дамытты. Астанасы Орду-Балық қаласы мен мәдени және экономикалық орталыққа айналды. Сонымен қатар руникалық жазбалар мен өз әліппесін дамытты. Ұйғыр қағанаты көршілерімен, Қытай тан әулетімен, Қарлұқтармен, басқа түркі тайпаларымен дипломатиялық және әскери қатынаста болды. Қытаймен сауда мен келісімдер мемлекеттің экономикалық дамуына ықпал етті. 840 жылы қырғыздардың шабуылы нәтижесінде Ұйғыр қағанаты құлады. Оның орнын кейіннен моңғол тайпалары мен қарлұқтар билік етті. Ұйғыр қағанаты түрік мемлекеттілігінің дәстүрін сақтап, Орта Азиядағы мәдени және экономикалық орталыққа айналып, руникалық жазба мәдениетін дамытты және кейінгі моңғол мен түрік мемлекеттерінің құрылуына әсер етті. Қарахан мемлекеті 10 ғасырдың ортасында Жетісу, Сырдария және Ферғана аймағында құрылған түркі мемлекеті. Ол 940 жылдан 1212 жылға дейін өмір сүріп, Орта Азиядағы алғашқы мұсылман түркі мемлекеттерінің бірі болды. Мемлекет негізінен Қарлұқ тайпаларының бірлестігі арқылы құрылды. 940 жылы Саттық Боғра хан баласағұнды басып алып, Қарахан мемлекетін құрды. Мемлекет көшпелі және жартылай көшпелі түркі тайпаларын біріктірді. Қарахан мемлекетінің аумағы Жетісу, Талас, Сырдария, Ферғана, Шаш және Баласағұн аймақтарын қамтыды. Астаналары Баласағұн, Үргеніш және Сырдария бойындағы қалалар болды. Мемлекетті Қаған басқарды. Әскер тайпалық құрылымға сүйеніп ұйымдастырылып, жылқы мен садаққа негізделген көшпелі әскер болды. Қарахан мемлекеті көршілері селжұқтар, қыпшақтар, саманилер және хорезм мемлекеттерімен қатынаста болды. Ұлы Жібек жолының бойында орналасқандықтан сауда, қолөнер және ауыл шаруашылығы жақсы дамыды.
Ислам діні мемлекеттік дін ретінде қабылданып, мешіттер мен медреселер салынып, мәдениет пен білім өркендеді. 12-13 ғасырларда ішкі бөліністер мен сыртқы қысымдар мемлекетті әлсіретті. 1212 жылы Қарахан мемлекеті құлап, жері Қыпшақтар, Хорезм мемлекеті және басқа күштердің қолына өтті. Қарахан мемлекеті түркі халықтары арасында мұсылман мемлекетінің қалыптасуына үлес қосты. Орта Азиядағы саяси тұрақтылықты қамтамасыз етті. Сауда мен мәдениетті дамытты және кейінгі түркі мемлекеттері үшін үлгі болды. Қарақтай мемлекеті 12 ғасырдың басында Жетісу, Талас, Шу және Қырғызстан аумағында құрылған түркі кең мемлекеті. Ол 1120 жылдан 1218 жылға дейін өмір сүріп, Орта Азиядағы күшті мемлекеттердің бірі болды. Мемлекет Ляо әулеті құлағаннан кейін көшіп келген кидан тайпалары арқылы құрылды. Олар жергілікті түркі тайпаларымен қалаларды бағындырып, өз мемлекетін құрды. Мемлекет басшысы қаған немесе император, ал ішкі басқару жүйесі қалалар мен тайпаларға тағайындалған әкімдер арқылы жүргізілді. Аумағы Жетісу, Талас, Шу және қазіргі Қырғызстанның кейбір аймақтарын қамтыды. Астанасы Баласағұн болды. Қарақтай әскерлері көшпелі әскери дәстүрге сүйеніп ұйымдастырылды. Мемлекет көршілері Қарахан мемлекеті, Хорезм мемлекеті, селжұқтар және қыпшақтармен қарым-қатынаста болды. Ұлы жібек жолының бойында орналасуы сауда мен мәдени байланыстарды дамытуға мүмкіндік берді. Қарақтайларда түркі мен қида мәдениеттің элементтері үйлесіп, қалаларда мәдени өмір өркендеді. 1218 жылы Жошы ұлысының әскерлері Қарақтай мемлекетін жеңіп, оның жерін өз бақылауына алды. Осылайша мемлекет тарих сахнасынан толықтай кетті. Қарақтай мемлекеті Орта Азиядағы саяси күштердің бірін құрып, сауда жолдарын бақылады. Түркі мен қида мәдениетінің синтезіне үлес қосты және кейінгі моңғол мен түрік мемлекеттерінің құрылуына әсер етті. Қимақ Қыпшақ бірлестігі 8-11 ғасырларда Орта Азия мен Қазақстанның солтүстік, батыс және шығыс өңірлерінде өмір сүрген түркі тайпаларының саяси бірлестігі. Бұл бірлестік қимақтар мен қыпшақтардан құралған тайпалық одақ ретінде көшпелі халықтарды біріктірген. Бірлестік Түргеш қағанаты мен Қарлұқ қағанаты ыдырағаннан кейін пайда болып, тайпаларды біріктіріп, өз аумағын қорғауға, сауда жолдарын бақылауға және сыртқы қауіптерге қарсы тұруға бағытталды. Қимақ Қыпшақ бірлестігі Орта Азия мен Қазақстанның солтүстік, батыс, шығыс бөліктерін, сондай-ақ Алтай, Жетісу және Сырдария бойын қамтыды. Тайпалар өздеріне дербес жерлер мен мекендер ұстап отырды. Бірлестікті тайпалар одақ принциптерімен басқарды. Әр тайпаның өз көсемі болса, жалпы басқарушы хан немесе би сияқты көшпелі лидерлер болды. Әскер көшпелі дәстүрге негізделіп, жылқы мен садаққа сүйенді. Қимақ қыпшақтар көршілері Қарлұқтар, Ұйғыр қағанаты, Қарақтай мемлекеті және басқа түркі тайпаларымен қатынаста болды. Экономикасы көшпелі мал шаруашылығына негізделді. Сонымен қатар сауда, аңшылық және қолөнер дамыды. Ұлы жібек жолы бойында орналасуы сауда мен мәдени байланыстарды күшейтті. Қимақ Қыпшақ бірлестігі түркі тайпаларының саяси бірлігін сақтап, Орта Азия мен Қазақстандағы көшпелі халықтардың мәдениеті мен экономикасын дамытты. Сонымен бірге кейінгі Қыпшақ хандығы мен Қазақ хандығының құрылуына тарихи негіз болды. Қыпшақ хандығы 12 ғасырдың ортасында Қимақ Қыпшақ бірлестігі аумағында құрылған түркі мемлекеті. Ол 14 ғасырдың басына дейін өмір сүріп, Қазақстанның үлкен бөлігін оңтүстік Ресей мен солтүстік Кавказ аймақтарын қамтыды. Хандық көшпелі тайпаларды біріктіріп, Орта Азия мен Шығыс Еуропада ықпалды күш болды. Қыпшақ хандығы Қимақ Қыпшақ бірлестігі ыдырағаннан кейін пайда болды. Тайпалық көшбасшылар бірігіп, өз жерін қорғау үшін хандық құрды. Мемлекет хандары халықты басқарды, ал тайпалық кеңестер маңызды шешімдер қабылдады. Хандық аумағы қазір Қазақстанның солтүстік және батыс бөлігін, сондай оңтүстік Ресей мен солтүстік Кавказды қамтыды. Әр аймақта жергілікті тайпалар мен би шешендер басқарды. Қыпшақтар әскерін көшпелі дәстүрге сүйеніп ұйымдастырды. Әскер жылқы мен садаққа негізделіп жылдам әрі икемді болды. Олар көршілері Алтын Орда, моңғолдар, Хорезм мемлекеттер және басқа түркі тайпаларымен қарым-қатынаста болды. Экономикасы мал шаруашылығына және саудаға негізделді. Ұлы жібек жолы бойындағы сауда қалалардың дамуына және мәдени байланыстардың өркендеуіне мүмкіндік берді. Ауыз әдебиет, халық дәстүрлері және көшпелі мәдениет белсенді дамыды. 14 ғасырдың басында Алтын Орда күшейіп, Қыпшақ хандығының аумағын өз бақылауына алды. Осылайша хандық толықтай ыдырап, тайпалары басқа түрік мемлекеттеріне бірікті.
Қыпшақ хандығы көшпелі түркі тайпаларын біріктіріп, саяси тұрақтылық орнатып, қазақ хандығының құрылуына тарихи негіз қалдырды және сауда мен мәдениетті дамытуға үлес қосқан мемлекет болды. Хазар мемлекеті 7-10 ғасырларда Каспий теңізінің солтүстік және оңтүстік Ресейдің кейбір аумақтарында құрылған түркі еврей мемлекеті. Ол Кавказ, Дон мен Волга өзендері аралығында орналасып, солтүстік Кавказ, Поволжье және қазір Қазақстанның батыс бөлігін қамтыды. Мемлекет алғашында түрік қағанатының қалдығы тайпаларының бірі ретінде пайда болып, кейін тәуелсіз мемлекетке айналды. Басшысы Қаған немесе Хаган деп аталды. Хазарлар өз аумағын қорғау үшін көршілерімен одақтар жасап, әскери күшін күшейтті. Аумағы Каспий теңізінің солтүстігімен Дон, Волга бойын қамтыды. Итиль, Саркел және Семендер қалалары сауда, қолөнер және мәдени орталықтарға айналды. Хазар мемлекеті тайпалы және орталықтандырылған басқару жүйесін қолданды. Әскер жылқы мен садаққа сүйеніп ұйымдастырылды. Хазарлар көршілері Византия, араб халифаты, Қимақ қыпшақтар және басқа түркі тайпаларымен дипломатиялық және әскери қатынаста болды. Экономикасы мал шаруашылығы, сауда, қолөнерге негізделді. Хазарлар Ұлы Жібек жолының бойындағы сауда қатынастарға қатысып, солтүстік Кавказ бен Ресейді байытты. Мемлекетте түрлі діни сенімдер болды. Оның ішінде иудаизм мемлекеттік дінге айналғаны белгілі. 9-10 ғасырларда ішкі қайшылықтар мен сыртқы қысымдар мемлекетті әлсіретіп, 10 ғасырдың аяғында Хазар мемлекеті толық ыдырап, тайпалары басқа мемлекеттерге қосылды. Хазар мемлекеті солтүстік Кавказ бен Волга бойындағы күшті түркі мемлекеті болып, сауда мен мәдениет байланыстарын дамытты. Иудаизмді қабылдаған алғашқы түрік мемлекеті болды және кейінгі Қимақ, Қыпшақ және Ресей мемлекеттерінің тарихына әсер етті. Найман мемлекеті 12-13 ғасырларда қазіргі Қазақстанның шығысы мен Моңғолияның батысында өмір сүрген түрік мемлекеті. Наймандар Жетісу, Іле өзені бойы және Алтай өңірінде қоныстанған көшпелі тайпалар болды. Мемлекет 12 ғасырда Қарақтай және Қыпшақ хандығы арасындағы саяси вакуумнан кейін пайда болды. Тайпалық көшбасшылар бірігіп, өз жерін қорғау және көршілермен сауда саяси байланыс орнату үшін мемлекетті құрды. Халықты хан басқарды, ал маңызды шешімдерді тайпалық кеңестер арқылы қабылданды. Найман мемлекетінің аумағы Жетісу, Іле өзені бойы және Алтай өңірін қамтыды. Тайпалар көшпелі өмір салтын сақтап, негізгі күшін таулы және далалы аймақтарда шоғырландырды. Әскер көшпелі дәстүрге сүйенді ұйымдастырылды. Жылқы мен садаққа негізделген болатын. Наймандар көршілері Қарақытай, Қыпшақтар, Моңғолдар және басқа түркі тайпаларымен дипломатиялық және әскери қатынаста болды. Наймандар негізінен мал шаруашылығымен айналысып, аңшылық, сауда және қол өнерді де дамытты. Ұлы Жібек жолының бойындағы сауда қатынастары арқылы мәдени байланыстар кеңейді. 13 ғасырда жошы ұлысы мен Моңғол империясының басқыншылығы Найман мемлекетін әлсіретіп, олардың көп бөлігі моңғолдар мен басқа түркі мемлекеттерінің құрамына кірді. Найман мемлекеті Орта Азия мен Жетісудағы саяси тұрақтылықты қамтамасыз етіп, көшпелі түркі тайпаларының дәстүрін сақтап, кейінгі моңғол және түркі мемлекеттерінің құрылуына маңызды үлес қосты. Керейіттер 11-13 ғасырларда Орта Азия мен Моңғолияның батысында өмір сүрген моңғол түркі тайпаларының бірі. Олар көшпелі өмір салтын ұстана отырып, саяси және әскери тұрғыда маңызды рөл атқарған. Керейіттер тайпалық одақ ретінде басқарылып, хан немесе көсемдер арқылы өз билігін жүргізген. Олар Ұлы Жібек жолына жақын орналасып, сауда және дипломатиялық байланыстарын дамытқан. Керейттердің аумағы қазіргі Моңғолияның батысы, солтүстік Қытай және Алтай аймақтарын қамтыған. Тайпалар өзен бойы мен далалы жерлерде қоныстанған. Әскерлері жылқы мен садаққа негізделіп, көшпелі дәстүр бойынша ұйымдастырылған. Керейттер кейде Шыңғысханмен одақтас, кейде қарсылас болып моңғол саяси тарихында көрініс тапқан. Экономикасы мал шаруашылығына негізделген, аңшылықпен, саудамен айналысқан. Керейттер көшпелі дәстүр мен мәдени байланыстарды сақтап, кейінгі моңғол мемлекеттері мен Орта Азиядағы саяси процестерге үлес қосқан. Керейттер моңғол дәуіріндегі көшпелі тайпалардың бірі ретінде тарихи оқиғаларға маңызды рөл атқарған.